Шымкентте Низамхан мектебі іске қосылды. Жекеменшік мектеп хан сарайындай үлкен. 1200 оқушыға арналған білім ордасына кірсеңіз, су жаңа дүниелер мен өзгерістер көзге түседі. Бұрынғы апатты нөмірі 79 мектептің ғимаратын бұзып, орнына небәрі 3 айда салынған алтын ұя туралы әріптесіміз айтсын. Бұрын дәл осы жерде апатты білім ұясы болатын. Тарихы бір ғасырға жуықтаған ғимарат бұзылып, орнына жекеменшік мектеп салынды. Низамхан атындағы жалпы орта мектептің ерекшелігі үздіктерге стипендия тағайындалатын болады. Алыстан адам тартып тұрған бұл ғимаратты бұған дейін 3 мектеп, 10-нан астам балабақша салып есімі белгілі болған Низамхан Сүлейманов тарту етті. Мектеп балабақша салуда алдына жан салмай жүрген азаматтың еңбегі ескерілді. Білем, осы жолы жекеменшік білім ұясына өзінің есімі беріліпті. Биыл Шымкентте 203 мектеп жұмысын бастады. 25 мың бала білім ұясының табалдырығын тұңғыш рет аттағандар. Ресми деректерге сүйенер болсақ, Шымкентте тәуелсіздікке дейін 72 мектеп болса, қазіргі саны 3 есеге көбейіпті. Алдағы 3 жылда әлі 72 мектеп салынады деген жоспар бар. Сапалы болып жүзеге асса кәнекей. Нұр Отан партиясынан сайланған депутаттар білім саласындағы жаңалықтарды айтып, жаңа мектептің алғаш рет соғылған қоңырауына куә болды. Шымкент қаласында бүгінгі таңда 51 жекеменшік мектеп соғылып отыр, іске қосылып отыр. Соның ең үлкен, ең зәулімі, ең жаңасы осы ең соңғы апатты мектепті орнына түскен мектеп Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында уәде берілген. Алдағы 3 жыл ішінде Шымкент қаласында апатты және 3 ауысымды мектеп қалмайды, проблемасы толық шешіледі деген. Міне бірінші қадамды өзін көрсетіп отыр. Лентасы кесілді, ғимарат таныстырылды. 74 оқу бөлмелері бар. Жаңа нысанды көзбен көріп, бағытын білу үшін қалалық мәслихаттың хатшысы шараға қатысты. Енді мына мектептің өзін көріп жатсыздар. Сапасы да, жалпы сыртқы келбеті, ішкі құрылымы да барлығы сәйкестендіріліп салынған. Барлығы қазіргі заманауи талаптарға сай. Енді біз алдағы 2 жылда толығымен 3 маусымды жоямыз деп жоспарлап отырмыз. Маслихаттағы басқа да партия өкілдерімен бірге ақылдаса келе біз осы Шымкент қаласының даму бағдарламасын қабылдадық. Біздің негізгі бағытымыз, негізгі ұстанымыз сол бағдарлама. Сондықтан да ол бағдарламада айтылған барлығы білім саласына да, денсаулық саласына да, мәдениет саласына да барлығына өзі белгіленген межелер бар. Оны біз орындаймыз.